Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Айгерім. Бүгін мен өте дәмді, тойымды және 5 минутта дайын болатын салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлық керек заттарды мен дайындап алдым. Алдын ала турап қойдым. Бізге қызыл консервированный фасоль керек, қияр, помидор, сухарик со вкусом курицы, чеснок және майонез керек. Енді ысымызға фасолімізді саламыз, қиярымызды саламыз. Барлығын мен қияр мен помидорды кубик етіп турап алдым. Барлығын қосамыз. Қызанақ, қияр, жаңа фасоль және чесногымызды салып, майонезді салып араластырамыз. Барлық керек заттарды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Өте дәмді, тойымды, тез дайын болатын, асығыс кезде жасай қоюға өте жақсы салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де қатты ұнайды. Мен барлығын жасап алдым және сухаригін салып араластырып жібердім. Сухарикті бетіне сеуіп қойсаңыздар да болады. Мен араластырып жібердім. Міне біздің салатымыз дайын. Өте дәмді, көп затты керек етпейтін осындай салат болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де қатты ұнайтынына сенімдімін. Барлықтарыңызға